Алау мұз айдыны әлемдегі ең үлкен коньки тебу стадиондарының бірі және әлемдік рейтингте 7-ші орында тұр. Алау жай мұз айдыны емес, бұл әуесқой және кәсіпқой спортшыларға кешенді қызмет көрсететін көп функционалды спорт орталығы. Шынында да Алау еліміздегі бірегей спорттық ғимарат, ең жаңасы. Биыл 4 жыл болады. Азия ойындарының қарсаңында салынған. Біз Азия рекордтарын орнатып, сәтті қадамнан бастадық. Мемлекет басшысы Азия ойындарына салынған спорттық ғимараттардың бәріне қол жетімді болуы тиіс деген міндет алға қойды. Алау заманауи қондырғылармен жабдықталған әлемдік деңгейдегі мұз айдыны. Мұнда қолданылатын технологиялар әлемдік брендке айналған ерекше жылдам мұз жасауға мүмкіндік береді. Бөлек әңгіме қозғауға лайықты ерекше тақырып. Қазіргі кезде жылдам мұз жасау да өнер. Мұз жасау процесі қызықты және аса күрделі. Бұл үшін су қолданылады. Мұз жасауға арналған су тазартудың бірнеше кезеңінен өтеді. Ол молекулярлық деңгейде сүзіледі. Ең соңында тазартылған су алынады. Алау сарайының айдынын жасау аулада мұз төсеу жұмыстарына қарағанда мүлдем басқа. Мұздың негізі бетон плитадан жасалады. Алдымен оның температурасы төмендетіледі. Содан кейін тазартылған су бүркейді. Дұрыс мұз жасау үшін қолайлы температура орнату керек. Мұз плитасын жасау жылдамдығы сағатына 1 мм, ал қалыңдығы орта есеппен 4 см құрайды. Компрессорлардың температурасын, ылғалдылығын және қуаттылығын бақылау осында жүргізіледі. Бұл әлемде аналогы жоқ командалық пункт. Оператор экранға қол тигізіп жұмысты тиісті бағытта жүргізуге көмектеседі. Алау көп функционалды спорт кешенінің басымдығы, мұнда әуесқойлар мен кәсіпқой спортшылардың жаттығуына ерекше жағдайлар жасалған. Жазда Алау мұз сарайында бассейн мен үстел теннисінің алаңы жұмыс істейді. Биыл бадминтон ойнауға болады. Бұдан басқа балаларға арналған тегін 5 секция бар. Допты хоккей, шайбалы хоккей, шорт-трек, мәнерлеп сырғанау және конькимен жүгіру спорты. Спорттық секциялардың қалың бұқараға қол жетімділігі жаңа дарынды отандық спортшыларды тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Бүгін апта бойы дүйсенбі жұма күндері таңертеңнен кешке дейін айдынға кәсіпқой спортшылар, балалар мен жасөспірімдер мектебінің тәрбиеленушілері шығады. Балаларға арналған секциялар тегін, ал жұма күні кешке, сенбі-жексенбі күндері Алау қала тұрғындары мен қонақтарға есігін айқара ашады. Қыста екінші рет, енді жұма сайын, демалыс сайын келуге тырысамыз. Отбасымызбен, жолдасым бар, қызым бар ана жерде. Ұнайды, жақсы, өте. Енді далаға қарағанда мынау мұзы тегіс, үйренуге жақсы, балаларға әсіресе. Жаңағы далаға қарағанда мынандай енді күннің байланысы, аяздыға неге тоңбайды балалар. Осы жерде жақсы, өте ұнайды. Балаларымызбен, семьямызбен демалып келуге болады. Көңілді, коньки тебесін, кішкене спорт. Денені шынықтырасын, бой жазасын. Демалыстарда келіп тұруға өте тамаша. Халыққа жақсы ұйымдастырылған. Апта сайын демалыс күндері Алауға елорда тұрғындары мен қонақтары көптеп жиналады. Жаппай коньки тебу күндері адамдар саны 5 мыңға дейін жетеді.